21-24 қарашада Үшаралдағы аудандық жасөспірімдер мен балаларға арналған спорт мектебінде жерлесіміз аудандағы спорттың дамуына елеулі үлес қосқан самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері Сержан Умаровты еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы дзюдодан ашық республикалық турнир өтті. Жарыстың ашылу салтанатында Сержан Умаровтың отбасы мүшелері, туған туыстары келіп, марқұмды еске алып, жыл естеліктерімен бөлісті. Ауданымызда әкеміздің атынан жарыс өтіп жатыр. Жарыс өте жоғары деңгейде. Әкеміз осы спорттың жолынан жас сайынан бастап, осы спортта өмірін берген адам десем де болады. Әлем чемпионы, қола жүлдегері болды. Осы әкеміздің үлгі алып, осы спортқа келіп жатқан жастарға тек сәттілік тілеймін. Жарыс өз мықтысын тапсын. Осы жарысты ұйымдастырып жатқан аудан әкімдігіне, спорт басқармасына көп рахметімді айтамын. Отбасымыздың атымыздан. Осындай жарыстар көп болсын, спорт денсаулық кепілі. Жасөспірімдер жеңіс жолында аянып қалмай, жігер танытты. Спорттық мінезі қалыптасып келе жатқан жас спортшылар дзюдо күресінің айла тәсілін еркін меңгергенін паш етіп, татамиде әдемі күрес көрсетті. Сержан ағамыздың турниріне еске алуға турнир болып отыр. Астана қаласынан келген, Алматыдан, Өскемен, Абай облысы, 7 облыстан келіп, Тараз, біздің Жетісу облысының 12 облыс районынан келіп отыр. 300-ге жуық балуандар дайындыққа жақсы келіпті. Балалар ең мықтылары күресіп жатыр. Қазір енді неге күреседі балалар? Ол балалар, ұлдар, қыздар. Боз кілемде жауырыны жер иіскемеген балуандар жеңімпаз атанып, бапкерлерінің мерейін үстем етті. Биылға 3-ші жылы болып отыр. Әрқашан осындай үлкен деңгейде, международный облыстың деңгейінде бұйырса осындай үлкен жарыстар. Алдымызда енді Түркістан облысында чемпионат Қазақстан болады. Осы балаларды іріктеп, көрсін деп алдына дайындық болып отыр. 3 күнге созылған жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері диплом, медаль, кубок және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Командалық жарыста Алакөл құрамасы қола жүлдеге ие болды. Екінші орынды Жақсылық Үшкемпіров атындағы мектеп-интернат алса, бірінші орын Талдықорған қаласындағы дзюдо мектебіне бұйырды. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.